Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қ дыбысын машықтанып үйренеміз. Қа, қа, қ, қ, қу, қу, ақ, ақ, оқ, оқ, ық, ық. Буын арқылы сөздерді машықтандыруды үйренеміз. Қа, аққала, қа, қармақ, қа, қалақ, қо, қораз, қозы, қоңыз. Сергіту сәтін қайталайық. Ұзын құлақ сұрқоян естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жерлерден ытқып жүгірді. Қане балалар, суреттерге қарайықшы және атаймыз. Аққу қ дыбысы сөздің қай жағында кездеседі? Аққу ортасында. Қасық қой сөзінде қ дыбысы қай жағында кездеседі? Басында. Қар, мақта, қуыршақ, қар сөзінде қ дыбысы қайдан естіледі? Сөздің басында. Мақта қай жағында? Дұрыс айтасыздар, ортасында. Қуыршақ сөзінде қ дыбысы сөзінің басында және аяғында кездеседі. Жарайсыңдар балалар.